Армысыз YouTube оқырман. Менің арнамдағы ақпараттарды 99% адамның тіркелмей қарайтыны әрине қынжықтады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Әйгілі Coca-Cola сусынын 1886 жылдың 8 мамыр айында Атлантада ойлап тапқан. Coca-Cola'ның құрамында не бар? Түрлі той жиындар мен басқосулардағы дастарханның көркін келтіретін Coca-Cola сусыны жайлы не білеміз? Кішкентай балалардан бастап ересек адамдарға дейінгілердің сүйіп ішетін сусынына айналған тәтті сумен дүние жүзінде миллиондаған адам шөлін басады. Ата-аналарымыз Coca-Cola'ны ішпеуге бұрысқанның өзінде де бұл тіспен асқазанға зиянды сусыннан бас тарта алмаймыз. Сонымен, дүние жүзін жаулап алған сусын жайлы білгіңіз келсе, ең алдымен біздің арнаға тіркеліңіз. Джон Пепперден дәрілік тұнбаны ойлап таптым деп ойлап, оны асқазан ауруларына қарсы емдік қасиеті бар деген тұжырымды алға тартқан. Coca-Cola'ның құрамы қандай? Бөтелкедегі қағазға қарасақ, газдалған су, қант, карамель түсі, кофеин және дәмдеуіштер. Бірақ сусынның құрамында тағы бір 7X деп аталатын құпия зат бар. Осы орайда біз не ішіп жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бүгінге бар білетініміз бұл Coca-Cola'ның қант құрамы өте жоғары, ащы сусын болып табылады. Сусындағы фосфор қышқылы жер бетіндегі органикалық заттарды құртады. Coca-Cola'ны ішкеннен кейін әлем бойынша танымалдыққа ие болған сусынның ағзаңызға тигізер кері әсерін тағы да біле отырыңыз. Сонымен Coca-Cola ішкеннен кейін сіздің ағзаңыз қандай жағдайда болады? Одан кейін арада 10 минут өткен соң Coca-Cola'ның құрамындағы 10 қасық қант ағзаңызға сіңе бастайды. Қанттың бір күндік нормасы Coca-Cola'ны бір ішкенде қабылданады екен. Соншама тәтті сусынды ішіп, ағза құсқысы келеді. Алайда бұны Coca-Cola құрамындағы фосфор қышқылы басып тастайды. Арада 20 минут өткеннен кейін, дәл осы уақыттан кейін қандағы инсулиннің шамасы күрт көтеріліп, бауыр қабылдаған қанттарды майға айналдыра бастайды. Арада 40 минут өткеннен соң, ағзадағы кофеин түгелімен сіңіп, көздің қарашығы үлкейеді. Бауыр қанға қантты көбейіп бөліп, қан қысымы көтеріле бастайды. Аденозит рецепторлардың сезгіштігі төмендеп, өзіңізді сергек сезіне бастайсыз. 45 минут өткеннен кейін ағзадан дофамин атты гормон бөліне бастайды. Бұл гормон миға әсер етіп, сізге ләззаттық сезімін сыйлайды. Айта кетсек, героиннің де әсер ету механизмі дәл осындай. Арада 1 сағат өткеннен соң Coca-Cola құрамындағы фосфор ас ішектеріндегі кальций, магний және мырыш элементтерін айдап, зат алмасуды тездетеді. Нәтижесінде кіші дәретке барғыңыз келеді. Дәретпен бірге кола ағзадағы кальцийді шаяды. 1 сағат өткеннен кейін кіші дәрет арқылы ағзадан кальций, магний, мырыш, натрий элементтері мен су шайылып шыға бастайды. Coca-Cola сусынының дәмін білерсіз, ал қалай дайындалып, қандай зиян әкелетінін білмессіз. Coca-Cola'ны өндіру тарихын білгеннен кейін қайта ішкіңіз келе ме? Әрине, коланың құпиясы да осында. Ішкен сайын одан әрі ішкіңіз келе береді. Түркияда оның жасалу жолын білгеннен-ақ коланың әкелуіне мүлде тыйым салынды. Бұл сусынды ақш-тың солтүстік штаттарында жол полициясы авариядан кейінгі асфальттағы қанды жуып кетіру үшін қолданады екен. Коланың құрамына фосфор қышқылы кіреді, ал ол тырнақты түгелімен ертіп жібере алады. Егер бұл сусынға бір тілім етті салып жіберсе, 2 күннен кейін ол тіпті жоқ болып кетеді. Егер кола адамның тырнағын, шикі етті, киімдегі тіпті асфальттағы дақтарды кетіре алатындай күші бар болса, ендеше ол адам ағзасына енгеннен кейін бізбен не қылмақ? Бұл зиянды сусыннан бас тартып, өз денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер.